Сәлеметсіздер ме? Сіздермен Аяулым. Бүгінгі видеомызда жаңа туған сәбиге арналған комбинезонды тоқып үйренетін боламыз. Бұл комбинезонды туғаннан 3 айға дейін киюге болады. Комбинезонның астыңғы жағында резинка тоқылып, ол осылай қайырып қоюға болады. Одан кейін сәби біраз өскеннен кейін түсіріп, тағы біраз уақыт киюге жарайды. Жеңінде де дәл солай. Комбинезон регламент тоқылды жоғарыдан төмен қарай. Және бізде осы комбинезонның алдында мынандай әдемі өрімдер тоқылды. Егер де сіздерге осындай комбинезон ұнаған болса, онда міндетті түрде менің каналыма тіркеліп қойыңыздар, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Ары қарай тоқуымызды бастайық. Қажетті материалдарға келетін болсақ, жіп менде Alize Velluta, мұнда 100 грамда 68 метр, түстің номері 530. Құрамына келетін болсақ, 100% микрополистер. Өндірушінің ұсынылатын бізі 8-9, бірақ мен 6 мм бізбен тоқитын боламын. Маған комбинезонға 5 орам жіп кетті. Айтқандай қолданылған біз менде 6 мм, тағы бізге қажет болады сантиметрлік лента, маркерлер, қайшы және ине. Тоқымамызды бастамас бұрын ең алдымен бізге үлгі тоқып алу қажет болады. Менде өрнегім платочная вязка және осындай платочная вязкада өрімдер болады. Мен 6 мм жіптен осындай үлгілерді тоқып алдым. Осы бойынша ары қарай есептеулерді жүргіздім. Ең алдымен үлгі бойынша есептеу жүргізіп аламыз. Менде 10 сантиметрде 10 ілмек, яғни 1 сантиметрде 1 ілмектен айналады. Мен тоқитын өлшем 0,3 ай. Сол себепті менде капюшонның тереңдігі 22 сантиметр. Мен сіздерге экранға кесте қалдырамын. Сол кесте бойынша әркім өзінің өлшемін алуға болады. Тоқуды біз капюшоннан бастаймыз. Сол себепті капюшонның есептеуін жүргіземіз. Менде ол 22 сантиметр. Оны өз тығыздығыма көбейтемін. Менде 1, сонда 22 ілмек менде шығады. Енді ілмектерді жуди әдісімен теруге көшеміз. Ол үшін жібімізді аламыз. Екі саусағымызға осылай іліп аламыз. Мына жақ ұшы, мынау неден орамнан шығып жатқан жағы. Бізді аламыз осылай. Міне. Енді мына ілмегіміз жібімізді бұлай тұрған біздің үстіңгі бізге ілеміз. Сосын астындағы жіпті айқастырамыз. Міне, бізде бір ілмек пайда болды. Енді мына сұқ саусағымыздағы жіпті астыңғы бізге ілеміз. Одан кейін, міне, астынан бұлай айқастырамыз да, мына бас бармағымыздағы саусағымыздағы жіпті екіншіге ілеміз. Үстіңгі бізге. Одан осылай айқастырып, мына саусағымыздағы жіпті астыңғыға. Одан кейін қайтадан бас бармағымыздағыны үстіңгіге, сұқ саусағымыздағыны астыңғы бізге кезектестіріп іліп отырамыз. Осылай жаңағы капюшон тереңдігі бойынша есептеген ілмектерді теріп шығамыз. Яғни менде 22 ілмек. Мына жағында 22, мына жағында 22 ілмектен болу қажет. Осылай әркім өз бетінше теріп шықсын. Міне мен 22 ілмекті тердім, яғни мына жағында 22, мына жағында 22. Енді осылай тоқтағанда астына бұлай ұстаймыз. Айқастырып. Мына жіп кетіп қалмас үшін ұстап тұруымыз қажет. Сосын осылай өзімізге қарай айландырып аламыз да, мына астыңғы бізді шығарамыз. Енді өрнек бойынша тоқимыз.
Бірінші ілмекті оң ілмек етіп тоқимын. Ары қарай өрнек бойынша барлығы оң ілмектер болады. Мұнда 22-ші ілмекке келгенде оны теріс ілмек етіп тоқимыз. Енді міне тоқыдық. Осы арадан кері бұрыламыз. Жаңағы тоқыған жағымызды қайтадан тоқимыз. Жаңа теріс ілмек етіп тоққанымызды міне алдық. Бұдан кейін оң ілмек етіп тоқимыз. Бір жағын тоқыдық. Енді мына екінші жағын. Мына осының алдында тоқымаған жағымызды ары қарай оң ілмектермен тоқимыз. Біздің соңындағы ілмекті теріс ілмек етіп тоқимыз. Осы арадан айланамыз да осы жағын кері тоқимыз. Бірінші ілмекті аламыз, ары қарай міне қараңыздар, мына жағы бізде капюшонның артқы жағы болады, ал мынау бізде капюшонның алдыңғы жағы. Яғни біз жаңа ілмектерді міне бұлай тоқимыз. Бұлай, сосын бұлай. Осылай барлығын айландыра тоқып отырамыз. Кесте бойынша капюшонның биіктігін тоқимын. Яғни 0,3 айдағы капюшонның биіктігін қараймыз. Соны тоқимын. Менде ол 19 сантиметр. Онда ары қарай біраз тоқыңыздар, сосын мен сіздермен жолығып, қалай болып шыққанын көрсетемін. Міне мен өзіме қажетті ұзындықтағы капюшонды тоқыдым. Төбесі осындай болды, басталған жері бұл. Яғни біз осы арадан бастадық та былай-былай тоқыдық. Енді менікінің өлшемі кесте бойынша 19 сантиметр болған, мен дәл 19 сантиметр тоқыдым. Енді бізге ары қарай кестеден қараймыз, мойын өлшемін қараймыз. Соған байланысты бізге ары қарай регланды есептеу қажет болады. Қараңыздар, менде мойын өлшемі айттым 23 сантиметр. Мен бос тұруға ешнеңке қосқан жоқпын, өйткені бұл жаңа туған сәбиге арналғандықтан мойыны бос болғанын қаламадым. Осыған біз 4 реглан сызығына ілмек қосамыз. Міне 4 ілмек, ол реглан сызығына ілмек. Және 4 ілмек мен мына жерде бізде планка болады алдында, соған 4 ілмек қостым. Сонда менде 31 ілмек шықты. Енді бізде қазір капюшонда, яғни тоққан кезде 44 ілмек болды. Бір жағында 22, екінші жағында 22, сонда 44 ілмек менде. Осыдан 31 ілмегімізді алып тастаймыз, сонда менде 13 ілмек артық екен. Яғни менде мойында 31, мынарада 31 ілмек болу керек, 13 ілмек артық. Сол үшін мына жақта 22, мына жақта 22, білесіздер, ортасына белгілеп қойдым. Енді осы келесі қатарда мен сол 13 ілмекті қысқартып тастауым қажет. Яғни мен 31 ілмекке шығатындай. Қазір соны мойнында қысқарту жүргіземіз.
Менде енді 44 ілмек 13-ке тура бөлінбейді. Сондықтан 13 ілмекті санап отырып қысқартуымыз керек. Яғни бірінші ілмекті алдым, бірінші ілмекті тоқимын, одан кейін екі ілмекті бірге алып қысқартамын. Одан кейін екі ілмек тоқимын, тағы екі ілмек қысқартамын. Одан кейін бір ілмек, одан кейін тағы қысқартамын. Осылай енді әркім өзіне қалай ыңғайлы, егерде тең бөлінсе тіпті жақсы, тең бөлінбесе осылай санап отырып бүкіл капюшон бойынша ілмектерді қысқартып шығамыз. Яғни өзімізге қажетті ілмектер санын алып шығуымыз қажет. Міне мен қысқарттым, менде 31 ілмек қалды. Енді ары қарай регланды нақты есептеп алуымыз қажет. Бізде 31 ілмек қалды, яғни 13 ілмекті қысқарттық. Енді осы 31 ілмектен біз ары қарай регланды есептеуіміз қажет. Ол үшін 31 ілмектен мен 4 регланның ілмегін және 4 планканың ілмегін алып тастаймын. Сонда менде қайтадан 23 ілмек қалады. Егерде сіздерде тоқу тығыздығы басқа болса, яғни 1,5, 1,4, онда мына 23-ге көбейткенде сіздерде басқа сан шығады. Менде тоқу тығыздығы 1 болғандықтан 23 см 23 ілмек шықты. Енді осы 23-ті біз 3-ке бөлеміз. Неге 3-ке? Өйткені бізге алдыңғы жағы, қолы және арқа жағы бар. Осы 3-ке бөлеміз. Сонда 7, 8, 8-ден айналды. Енді осы ілмектерді мен мұнда бөлуім қажет. Ол үшін қараңыздар. 7 бізде 2-ке бөлінбейді, сондықтан оны мен арқа жағына беремін. 8 2-ке бөлінеді, 2 қолына 4 ілмектен беремін. 8 бізде алдыңғы жағына. Әзірге жалпы 8 деп жаза тұрамын. Өйткені бізде анда планканың ілмегі бар. Міне 8. Одан кейін 8-ге мен қосамын жаңағы планканың ілмегін. Осының алда біз алып тастаған 4. Одан кейін мында қол жағы егерде өте жалпақ болмасын десе, мен тағы бір ілмекті алып тастаймын бұл жерден. Сонда менде мұнда 3 ілмектен қалады. Ал мына бір ілмекті мен мұнда алдыңғы жаққа қосамын, яғни 2 ілмек. Сонда менде мұнда шығады 14 ілмек. Енді осы 14 ілмекті біз бөлуіміз қажет. Менде планкаға 4 ілмектен беремін. Бір жақ планкасы 4, екінші жақ планкасы 4. Одан кейін мына жерде планка болғаннан кейін, мына жерде бізде шеткі ілмек болады. Оған бір ілмектен. Яғни енді бізде мұнда кетті. 10 ілмек кетті, ар жағында 4 ілмек қалды. Ол 4 ілмекті мына жағына 2 ілмек, мына жағына 2 ілмек етіп беремін. Сонда ең соңында бізде мұнда 31 ілмек тереміз. Яғни 31 ілмек жаңа бізде өзі қалды, сол 31 ілмекті осылай бөліп шығамыз. Маркерлерді алдым, енді осы бойынша бөліп шығамыз. Міне, бізде қазір 32 ілмек тұр, яғни мен мұнда бір шеткі ілмек, 4 планканың ілмегі. Міне. Одан кейін 2 ілмек бізде алдыңғы жақтікі. Одан регланда 1 ілмек бізде. Міне, ортасындағы, яғни мына жер алдыңғы жағы, одан регланның ілмегі. Ары қарай бізде қолдың ілмегі, яғни 3 ілмек. Үш ілмек, одан кейін реглан.
Артқы жағы бізде жетілмек. Міне, артқы жағы жетілмек. Ілдім. Мұнда реглан. Одан кейін қайтадан қолдың ілмегі. Үш ілмек және реглан. Сосын екі ілмек, ар жағында 5 ілмек қалды міне. Екі ілмек бізде алдыңғы жақтікі, 5 ілмек планканікі. Міне біз комбинезонның капюшонын тоқып аяқтадық. Енді ары қарай қалғанын регланды екінші бөлімде тоқитын боламыз. Менімен бірге болыңыздар. Екінші бөлімде кездескенше.